Бәріңізге сәлем. Аудиокітапты тыңдамас бұрын подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Өмір өлмейді. Мади Хасенов. Менің інім бар. Есімі Қанат. Інім болғанда ол жасы 30-ға жетіп, жігіт ағасы атанып қалған ағам Айдостың баласы. Қанат биыл 10 жаста. Ауылдағы 8 жылдық мектептің 3-ші класында оқиды. Қанаттың бір ерекшелігі бар. Ол үй ішіміздегі бірде-бір адамға ұқсамайды. Көк көз, тәмпіш мұрын, тығыршықтай сары бала. Мінезі ашық, қимылы шапшаң Қанат әр нәрсені сұрап білуге құмарақ. Оның кейіп-кескінінің, мінез қылығының үй жандарына ұқсамай, өзгеше болуының да үлкен сыры бар. Ақ жарқында ашық мінезі үшін, әр нәрсені тез аңғарғыш зеректігі үшін Қанатты мен жақсы көрем. Демалыс алып, ауылға барған сайын Қанатқа бір сыйлық апарам. Демалысқа келетін күнімді біліп алып, мені ауылдың шетінен қарсы алған Қанат қашан қайтқанымша бірге болады. Міне сол сүйікті ініме бүгін хат жазып, оны жаңа жылмен құттықтайын деп отырмын. Ойлап қарасам, осынау қысқа өмір жолында Қанат бірін-бірі алмастырған аттай 10 жылдың көз таныс куәгері болыпты. Осы жылдардың әрқайсысының Қанатқа жасаған қамқорлығы, тарту еткен сый-сияпаты бар. Жылдардың бірі жөргекте бұлқынып жатқан нәрестені еңбектетсе, екінші бірі монтиған бөбекті қас тұрғызып, оған құтты қадам жасатты. Жылдардың енді біреуі бүлдіршіннің былдырлаған тілінен бал тамызса, келесі бірі балдырған баланы мектепке апарып, қолына өмір әліппесін ұстатты. Ал енді алғашқы жылдың кәдесі қандай болып еді? 1954 деп аталатын бұл жыл кішкентай Қанаттың өміріне мәңгі бақи ізін қалдыратын оқиғаны дүниеге келтіргенді. Ол қандай оқиға еді дейсіз ғой? Ендеше мен ініме хат жазбас бұрын сол жайлардан сізге сыр шертейін. 1954 жылдың наурыз айы болатын. Қыстай саябыр тартып, сирек жауған қардың осы айда төпемесі бар ма? Малың өріске шығып тебіндесін, адамың қыстан қысылып қымтырылмай-ақ жазға қам жасасын деп қарлы боранымды да, ызғарлы аязымды да тізгіндеп келдім. Екпіндей соғып, есені қайтаратын уақыт жетті. Қол қусырамын деп қап соқпа дегендей, қаһарлы қыз кәріне қайта мінді. Алдымен 2 күн қатарынан жауып, жер дүниені ұлпа қармен қымтай көміп тастады да, мұнарлы тымық күн жаушыратып жіберген шығар, бір сергітіп, сілкіндіріп алайын дегендей, ақтүтек боранын бастап жіберді. Қай жағымнан жел шығады деп үріккелі тұрған мамық қар үдей соққан дауылдың қанжығасында кетті. Сөйтіп жерде, көкте өршелене соққан сұрапыл боранның құрсауында қалды. Мына дүлей дауылда дала жұмысына кім бара қойсын? Бәрі де ауылда. Қап, мына боран егістік үстіне кірігіп қатаймаған қарды жымдыласқып айдап алып кетеді-ау. Қолды жіпсіз байлаған қараш деп, үйде Айдос ағада тыпыршулы. Ағамның бұлайша мазасызданатын жөні бар. Ағам бөлімшенің агрономы. Өткен күз жаңадан совхоз орнап, біз тұратын Екпінді колхозы соның бір бөлімшесіне айналғаннан бері ағамда бір дамыл болған жоқ. Қыстың басында ауылдағы ұзыннан ұзақ салынған үлкен ағаш сарайда тұқым үйретті көпшілікке. Одан соң қар қалыңдай далаға бір отряд жасақтап шығарып, Қоскөл, Қайранкөл алқаптарындағы егістік жерге қар тоқтаттырды. 2 ай бойы үзіліссіз жүргізілген сол жұмысты долы дауыл қаңтарып қойса, оған ренжімегенде қайтсын. Бір күні кешқұрым ағам екеуміз үйде дойбы ойнап жайбарақат отыр едік. Жүгіре басып қораға енген біреу есікті жылдам ашып үйге кіріп келді. «Ой, біреу қуып келді ме сені? Өзің қарада ентігіп тұрсың ғой» деп, ағам 2 иінінен дем алып, аузынан сөз түспей тұтығып тұрған Әкімжанға таңдана қарады. Аздап ентігін басып, осы сәт өзіне өзі келген Әкімжан төрдегі бізге қарай 1-2 аттап, «Тұр Айдос, кейін шапшаң. Аналар тағы да әңгір таяқты ойнатып жатыр біздің жігіттерге», деді ызаға булыққан күйінішті дауыспен. «Ой, өзіне айтып тұрсың» деп орнынан ұшып түре келген ағам Әкімжанға жетіп барып, танымағандай оған шұқшия қарады. «Жалғыз мен емес,
Ауылдың бүкіл жігіттерін сабау үшін клубқа жиылып жатыр аналар. Жігіттерге тез хабар бер. Сайланып шапшаң клубқа жетсін деп мені Қиян жүгіртті. Қиянның атын естігенде ағам қабағын шытып Әкімжанға тіксіне қарады. Алдымен соқтыққан қай жағы? Оны барған соң көрерсің. Намысың болса тергемей жүрен деп жалт бұрылған Әкімжан ағамның тұра тұр дегеніне қарамай есіктен шыға жөнелді. Әкімжанның әңгіртаяқ ойнатып жатыр деп алқынған ашумен атаған адамдары маған белгілі. Осы өңірде совхоз орнап, шаруашылықтың қоныс қанаты кеңейгенде, тың даланы түлетіп, туырылған төскейде дән дариясын тасытамыз деген тілекпен қыс ортасында біздің екпінге де бір топ жігіт келген болатын. Оймен қырдан жиналып, жол бойы танысып, топ құрған өңшең өрімдей азаматтар. Ауыл адамдары оларды қонақжай пейілмен қарсы алғанды. 5 бөлмелі бұрынғы колхоз кеңсесін уақытша жатақхана қылды. Кеңсенің кең залынан асхана ашылды, кішірек бір бөлмесі қызыл бұрыш болды. Ал қалған 3 бөлме жігіттердің жатар тұрар мекені. Ауылға келген осы 12 адамның ішінде Остап деген бір жігіт отбасымен келген еді. Қақсоқпен көбісі жоқ бұл жігіттің білмейтін өнері кемде кем ақ екен. Ауыл адамдар ақылдаса отырып, жас жұбайларға өз орталарынан оңаша бір бөлмені босатып берді. Байырғы бөлімше тұрғындарының осы кең пейіл, бауырмалдық ниеті жаңа қонысқа келген жігіттерді тез баурап алды. Олардың көпшілігі ауыл өміріне тезінен араласып, Айдос ағам сияқты өздерінің тұстастарымен танысып, білісіп, үйге де келіп аралас-құралас бола бастады. Қол сағат, іс машинадан бастап, мотоцикл, машинаға дейін оңдай алатын Остаптың үйін маңайдағы көршілер ерулікке шақырып, оның жұбайы Настяға өздерінше Настай келін деп ат қойып алды. Алайда ауыл адамдарына осқырына қарап, болмашыдан бүлік шығарып, жік туғызуға тырысқан бірең саран бұзықтарда болмай қойған жоқ бұл топта. Бұл содырлар ауыл азаматтарына қисынсыздан ұрынып, ұрыс жанжал шығарып, сол сотанақтардың сөзіне иланған өзгелерін намысқа басып, бір-екі рет ел жігіттермен сөзге келіп керісіп те қалған болатын. Енді міне екі жақ екі ұдайға бөлініп, қол жұмсауға дейін барған. Ағам шапшаң киініп үйден шықты. Үй ішінің алмас саған не жоқ, аяқтың астында қаласын тырп етпе дегеніне қарамастан, қайсарлығыма басып, үйден мен де шықтым. Алда-жалда керек боп қалар деп, балтаның сынған шолақ сабын қойныма тықтым да, ауылдың арғы шетіндегі клубқа тұра жүгірдім. Ағамның көзіне түсіп қалмау үшін абайлап басып клубтың ішіне кірдім. Көрсетіліп жатқан картина жайына қалған. Жұрт өре түрегеліп үрпейісіп тұр. Екі ұдайға бөлінген жігіттер балағат боқтық сөздердің тегін аямастан ағытып, бір-біріне кіжіне сес көрсетіп, лап қойып төбелесті бастап-ақ жіберерліктей. Ауыл жігіттерінің тобын бұл жанжалға Қиян бастап шығыпты. Әдетте қиястығына басып мүлде елеуреп кеткен. Айналайын әзір төбелес, қайдан кездестің дегендей алақанына түкіріп, күпайкесін сыпырып тастап, екі білегін түрініп алған. Іздегенге сұраған дегендей, екінші топ содырлы Собольді бетке ұстапты. Олар алтауы ақ, жанында бір жолдасы бар Остап оларға қосылмай әріректе тұр. Собольдің ағы көп ала көздер қанталап, жауырыны күдірейіп, тыртылдаған қара сұр жүзі өрт сөндіргендей түтігіп кеткен. Ауыл жігіттерінің көптігінен ғана қаймығып тұрған сияқты. Әйтпесе, тұра бас салып түтіп жіберерліктей. Жанжал ұшқыны ушығып, төбелестің оты тұтанып кеткелі тұрған тез аңғарған ағам келген бойда кідірместен араға түсті. Ауыл жігіттерін кейін серпілтіп, қасарысқан қарсы топқа жақындады. Бірақ арбаның кіндік темірін оңтайлы ұстап, ожарқылыққа басқан Соболь ағаммен сүзісердей бетпе-бет келіп, түйіле қарады. Неменеге кимелеп келесің сен шұбар, деді ол ағамның бетіндегі қорасан дағын міней сөйлеп. Бәрің жабылып бізді сойып алмақсыңдар ғой, а? Сендей боқ мұрындарды үйтіп басындыра қоймаспыз. Міне мынаны танимысың деп, Соболь кішігірім тоқпақтай сол қолының қара жұдырығын ағамның мұрнына тақады. Мінезі қаншалықты салмақты болғанмен, ағам Собольдің содырлы қылғына шыдай алмай кетті ғой деймін. Оның қолын кесе көлденең қағып жіберді. Сол сәтте
Сол қолын сылқ түсіріп ауырсынған кейіппен тұжырана қалған Соболь атылатын жыртқыш аңша тісін ақсита ағама оқты көзімен ата қарап: "Енеңді, иттің күшігі, сазайыңды тартқызайын" деп оқыс қимылмен кіндік темірді құлаштап үйіріп әкетті. Сол мезетте жүрегім су етіп, төбе құйқам шымырлап кетті. Анау сом темір кімді болса да қалпақтай ұшырып түсірмей ме? Ағамның аяқ астына мерт болғаны ма? Кірпік қаққанша болған жоқ, төменде ұшқан құсты қақшыған құмай тарша біреу атылып келіп, Собольдің қолына жармаса кетті. Бірден таныдым, Остап екен. Жауын жақыннан іздеген тоң мойын доңыз неме деп ақыра сөйлеген Остап Собольдің қолын бұрап, кіндік темірді жұлқып қалды. Темірге тістесіп қалғандай Соболь де айырылар емес. "Кет әрі, килікпе" деп жан ұшыра жағаласып жатыр. Бірақ Остаптың қайратты қолдары оны еркіне жібермеді. Қолын жанына батыра оқыс қайырып темірді жұлып алды. Сол кездегі Собольдің киіп кескіні жан түршігерлік еді. Жемтігінен айырылған жыртқышша жанталасқан ол енді Остаптың өзіне тап берді. "Сатқын шірік, сыбағаңды берейін мен сенің" деп гүр еткен Соболь пышақты жарқ еткізді. Остап та, ағам да бұл жолы қас қағым сәтке кешігіп қалған екен. Оқыс көтеріліп, екпінмен сермелген қанжар пышақ қарсы қару жасап үлгермеген Остаптың көкірегіне қадалды да қалды. Ауыр жарақаттанған Остап сол сағатта аудан орталығындағы ауруханаға жөнелтілді. Оны ағам Айдос, балташы Валентин, әйелі Настя үшеуі машинамен алып кетті. Қыршын жастың тағдыры не болар екен? Аман қала ма, жоқ па деп бүкіл ауыл болып алаң болуда. Түн өтіп таңда атты, бірақ аудан жақтан әлі хабар жоқ. Көпшілікті толғандыра тықыршытқан осы жай күн ұясына қона бергенде ғана белгілі болды. Ағамдар машинаға көлденең салып, Остапты серейтіп алып келгенде, жиналған кәрі жастың көзіне жас алмаған болған жоқ. Суық, өлік дененің құлазыған көкірегін құшып, тірлік тағдырынан ешбір белгі бермей, сұлқ жатқан Настяны әйелдер жағы қолтықтап, қаумалап алып кетті. Остапты жерлеуге ауылдың ер азаматы түгелге дерлік жиналды. Қыршын жігіттің қапылыста арыстай азаматты жарға жыққан жыртқыш жүрек сойқандыққа бір лағнет айтысты. Осылайша ауыл зиратына кенеттен келіп қосылған жас қабірдің қара топырағын қар басып, азалы оқиғаның ізі суығандай еді. Күн жылынып, оқтын-оқтын жылы жел есіп, бөлімше тұрғындары көктемгі егіске қамдана бастады. Әйтсе де осы озған уақыт Настяның жан сарайын кернеген қайғыны ортайта алмады. Жар сүйдім, жаңа жерден қоныс тептім, меймандос жұрттан жолдас-жора, дос-жаран таптым. Енді аз уақытта сәбилі болып ана атанамын деген қуанышпен тұрмыс құрып жатқанда тосыннан тиген соққы Настяның жас жанын аяздай қарып, жүрегін жаншып кеткен еді. Қам көңілді Настяны ауыл адамдары үй жағалай дәмге шақырып, қаншама көңілін көтермек болғанмен, қаралы келіншектің қабағы ашылмады. Ол бұйығы тұйық мінез байқатып, бара-бара үйден аттап шығудан да қалды. Тыю, тежеу көрмеген осы жан күйзелісі ақырында оны ауыр дертке ұрындырды. Бүйрек бетінен бұрын нұры тамған толықша келген уылжыған келіншек айналасы 2 айдың ішінде гүлдей солып, қазылып жүдеп кетті. Жүріс-тұрысы самарқау тартып, сөзден де тиыла бастады. Жасаурап үнемі ісініп тұратын көз жанары әлде бір нүктеге парықсыз ұзақ қадалып, әлде қалай жүре қалса, ұйқылы ояу адамша жасқана қимылдайды. Осылайша Настя ауруханаға түсті. Әттең не керек, сырқаты күшейіп, жас өмірді қылғындырып келіп ақ қалған екен. Дәрігерлер қаншама ем-дом жасағанмен асқынған ауру айылын жимады. Сөйтіп екі бірдей адамның, жас ана мен ана құрсағындағы нәрестенің өмірі қыл үстінде қалды. Дәрігерлер ойланып, жүз толғанып, ақырында ең болмаса іштегі баланы аман алып қалу керек деген байлам жасасты. Осы шешімді шет жағалап, Настяның өзіне білдіргенде, көзінен жасы парлап отырып, кәріп жан, мен өлгенмен ол тірі қалса, көндім операцияға, обалына қалмайын деп рұқсатын береді. Настяға операция жасайтын күні ауылдан ауруханаға бір машина адам келді. Ішінде шешем мен ағам да бар.
Бәрі де Настай келіннің тілеуін тілеп, операцияның жайына құлақтарын түгілі. Мұндайда уақыт шіркін баяу жылжып, шыдамыңды сарықпай ма? Сарыла күткен 2 сағатқа созылған операция 2 күнге пара-пары болды. Бір заманда есіктен хирург көрінді. Операция бөлмесінен шыққан беті болса керек, тершіген әжімді жүзін шапшаң сүртіп, телміріп тұрған көпшілікке қапалы да аянышты кейіппен қарап, бекем болыңыздар. Ауру оны алып кетті деді ақырын ғана. Жұрт теңселіп кетті. Хирург осы сәтте құлақ салыңыздар дегендей қолмен ишарат етіп, қыршын жас көз жұмғанмен артында ізі емес-ау, өзі қалды. Бала аман деп маңдай терін сүртті. Сәлден соң жеңді білектей етіліп сидамдала оралған нәрестені медсестра есік алдына алып шықты. Мына сәби, деді хирург балаға елжірей қарап. Ана құрсағымен мезгілсіз қоштасқанымен 12 мүшесі түзу, өсіп адам болары хақ. Бірақ көзін ашпаған қызыл шақа баланы адам қатарына қосудың азабы да аз болмас. Осыған кім бейіл болса, сәбиді сол кісіге берелік. Қане, қайсың барсын дегендей дәрігер топқа шола қарады. Тоттай жетім боп дүниеге келген нәрестеге қапелінде ие табыла қоймады. Шешем осы арада көз жасын іркіп алып тастады да, шырағым, баланы маған бер. Әкесі остап, менің Айдосыма ара түсемін деп мерт болып еді. Енді бұл балаға мен әже, Айдос әке. Обал парызы біздің мойнымызда болсын деп, шапанының түймесін ағытып, балаға қолын созды. Тумай жатып тағдырдан аяусыз соққы көрген кішкентай Қанат біздің үйге осылай келген еді. Осы өз тағдырынан Қанат күні бүгінге дейін бейхабар. Соңына ер жетіп есейгенде болмаса, бұл құпияны әзір сездірмеген жөн. Тіпті оны тумасы бөлек бөтен бала деуге менің де иланғым келмейді. Жас нәрестенің ана құрсағынан дүние табалдырығын асығыс аттауына себепкер болған сонау қанды оқиға қазірде ұмыт болды. Қанат өмірінің қысталған қысы, бар қиындығы сонымен бірге жоғалып, жайнаған жазы оны алдынан күтіп тұр. Ортамызға қадам басқан мына жаңа жылдыңда көк өрім қанатты бала қырандай баулып, өмірдің бір белесіне шығаратындығына кәміл сенемін.